Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз Әділет Мырза болады. Жалпы Әділет Мырза қазір сіздерге бір арбитраж бес карт саласын ашып, четко түсіндіріп, былайша айтқанда көрсететін боламыз. Енді Әділет Мырза өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум. Есімім Әділет, Шымкент қаласынан боламын. Жасым 19-да. Осы жыл 20-ға толамын, Құдай қаласа. Осыдан кейін біраз жұмыс істегем. Криптовалютаға через P2P арқылы келдім. Енді осы арбитраж 5 картқа одан кейін түстім. Қазіргі басты табысым арбитраж 5 карт. Бұл осы. Тема. Яғни арбитраж бес карт дегеніміз саланы қалай түсіндіреміз? Арбитраж 5 карт деген P2P-да долларды алып сатсақ, бұда монетамен жұмыс жасаймыз. Толығымен. Монетаны алып сату деп айтамыз ғой былайша айтқан кезде. Примерно соған келтіреміз. Монетаны алып сату деп. Өйткені оны былайша айтқан кезде қазір бір қысқа сөзбен түсіндіру ол қиын болады. Қысқа сөзбен түсіндіру қиын, өте. Сол үшін сіздерге Әділеттің неге именно Әділетті қонаққа шақырып отырмын? Әділет қашан оқуға келді маған? 20 наурыз күні. 20 наурыз күні. 30-на дейін 10 күн. 20 наурыз күні маған оқуға келген. Осыдан бір 22 күн бұрын мен Дубайға путевка сыйлаймын оқушыларым арасынан дедім да, бүкіл оқушыларды бір чатқа қосып қойдым да, кім жеңеді араларында Дубайға путевка беремін деп айттым. Әркім әртүрлі капитал жасады. $200 бастағандар бар, $100 істеп жатқандар бар, істей алмай қалғандар бар. Қазір барлығын ашып түрде көрсем. Әділет ояқта қанша капиталмен бастадың? Мен 1942 капиталмен бастадым. 11 мамыр кешке таман есептеген сондай еді. 11 мамырда. Иә. Все, тема. 1942 мен бастап 22 күнде қанша жасадың? 22 күнде деуге келмейді. Не деген мен арасында ауырып қалдым, біраз демалдым, біраз. Таза мен примерно айтасың. Мен таза бір аптада мен 9 мамыр Көлсайға бардым, 11-і қайттым, 12-сінен 20-сына дейін сол аралықта $900 пайда таптым. Бір аптада, иә? Иә, бір аптада. Бір аптада, получается, бір 10% ғой, иә? Иә, примерно. Тема. Потом содан кейін кішкене жасап. Потом содан кейін менің ұйқым дұрыс болмады, сәл бір проблемалар болды. Психологияға байланысты негізі жұмыс. Тема. Бұл жұмыста жалпы психологияға байланысты деп айтқалы ғой қазір, ше? Иә. Неге психология байланысты? Бұл мысалға трейдинг емес қой. Бұл трейдинг болмағанмен, бұда лонг шорт деген нәрсе ғой. Мысалы, маркетмейкерлердің пайдасы ғой бұл жерде. Бірақ бұл жерде мидың тыныштығы, мысалы мен практика жүзінде мен бір рет листинговый монетаға 10 спред ұстаймын деп, екі жаққа да шорт ашып болған кезім болған. Ұйқылы ояу отырып, миым тыныш болмағаннан. Басында Әділет маған келіскен кезде мен түсіндім, что бұл балада потенциал мощный екен. Өйткені сен уже сабақтың бір қанша 4-ші күнде может пайда ашқан ғой. Пайда жасауға да 5-ші күні пайда ашты. Мен ойламадым, типа адам тезірек солай пайда ашады деп ше. Енді бүгін сіздерге арбитраж 5 карт саласын былайша айтқан кезде түсіндіру, қалай жалпы жасаймыз деген сияқты нәрселерді бір ашып көрсетіп кетсек адамдарға ше. Өйткені көп, мен бірінші видео салғам арбитраж 5 картты. Ояқта 2000 адамға қарады, көбісі екінші ай сал деді, қазір екінші ай былайша айтқан кезде шығарып отырмыз. Енді арбитраж 5 карт жайлы не айтып кетесің? Мысалға сен өзің бір аптаның ішінде 70% капитал жасадың ғой. Бұл риск болды ма сенде? Ақшаны жоғалтып алу? Риск болғанда бұл жерде риск 10% десек болады. Не дегенмен кейде монеталарда памп, яғни қатты өседі, қатты түседі. Сол кезде бір биржадан шорт ашып қойып, екінші биржадан лонг ашқан кезде шорт сатылмай қалуы мүмкін. Сондай жағдайда ғана ол 100-ден 1 десек те болады. 100-ден 1% пайда. Сондай кезде ғана болады. Атак бұлай риск жоқ. Бұл жерде любой нәрсе практикамен келеді. Мен мысалы бірінші ай 30 наурыз үйрендім, Шымкентке кеткеннен кейін мен бір айда есептесем 700 мың теңге тауыппын, бірақ 700 мыңның 500 мың теңгесі практика жүзінде кеткен менде, минусқа. Бірақ мен оны кейбір нәрселерді біліп тұрып минусқа кететін кездер болды, себебі любой нәрсе практика жүзінде келеді. Мен оқудың өзінде бір $100 жоғалтқан кезде пайдаға шығып жүрдім, $100 жоғалттым, сол кезде де жоқ, мен түбі эксперт боламын дегенде ниетпен жасадым ғой. Просто бұл саланың былайша айтқан кезде логикасын түсіну керек қой. Иә, логикасы бар өзінің. Көбісі даже көп адам түсінбейді. Мысалға маған келетін адамдардың бір 30-40%-ы типа андай нәрсе жоқ та. Мысалы оқуға 100% адам тіркелді ғой, 100% адам нәтиже жетеді деп ше. Ол чисто инфо-цыгандардың нелері деп ойлаймын. Айтатындар ше, келесің барлығы пайда шығады деген сияқты. Енді неге мысалға басқа сала болса, допустим бір P2P саласы болса, 100% шығаруға болады. Өйткені ол жақтан тек қана алып саттың, болды, проблема жоқ ше. Риск жоқ. Ал мына арбитраж 5 картқа мысалға сен жасың бір 40 жаста болса болды, оқуға келмей қой.
типа 40 жас емес енді одан телефон чухлай алмасаң былайындай бір саусақпен басып отырсаң деген сияқты иә телефон ұстай алмасаң мысалы кейбір әйелдер болады келіп оқимын дейді да бір бала шағасы бар мына жақта бала шағасымен ми ашып жүреді өзінің тұрмыстық жағдайы бар ондай жағдайда жасау қиын негізі айтқанымдай өзі анау телеграмда орыстармен сөйлесіп отырамыз осы эксперттермен орыстардың өзі айтады 80% пайда бұл психологияның жақсы болғанынан ұйқың қанық болу керек туда-сюда мен мысалы ұйқым қанбады ма настроением жоқ па бұл салаға жоға алмаймын телефон қойып өзімен өзім демаламын то есть қараңыздар неге бұл жақта психология жақсы болу керек деп жатырмын любой салада психология жақсы болу керек деп ойлаймын мысалға сіздер бір жұмыс жасап жатсаң допустим даже обычный P2P'дің өзі ордерді отметить ақшаны жіберіп қойып ордерді отмена жасап жіберуі мүмкін допустим там бір жұмысқа бардың товарды алып сатасың сен мысалға товарды бере салдың ақшасын алмай кеттің деген сияқты андай бір любой жерде психология әсер етеді и бұл сала негізінде айтқан кезде былай прям қиындығы қанша бір 100%-ын мен үшін бір 100%-ын бір 10% деп ойлаймын қиындығы бірақ басында 100%-ын бір 80% қиын ғой қиын болғанда кез келген салада зейін ғой адамның зейіні ниеті қалай рисковать еттің қай жерде минусқа кетсем андай минусқа былай айтқанда менің өзімнің ұстанымым $1000 минусқа кеттім деп отырсаң сен $100,000 таба алмайсың реально нәрсе сен минусқа кеттім деп отырсаң таба алмайсың то есть ниет дұрыс болу керек иә таксовать ету үшін бірінші бензин құясың ғой минусқа сол сияқты ғой тема күшті еді негізі ше действительно иә енді мысалға бізде сосын екінші кейіпкер тенз деген мырза бар тоже звондайтын шығармыз ол кісіге бүгінгі видеода ше көріп жатармыз иә енді ол екінші кісі ол мен айтқан сабақта кішкентай $200 барлығына $200 аса артық салдырмаймын өйткені $200 сендер $400 жасаңдар содан кейін уже любой капитал салып көтере бересіңдер деп айтамын да и тенз мырза $200 короче тоже 22 күнде ма $600 жасады $600 жасады көрдің ғой иә сөйлестім тенз мырза $600 жасады тоже потолок 3 есе көтерді капиталын бірақ енді ол кісі Дубайды әділет ұтып алды не себепті өйткені ол любой адам по идее любой адам емес енді кішкентай ақшамен жұмыс жасаған оңай ғой негізінде кішкентай ақшамен болғанда мынандай ғой бізде мысалы 10 биржа бар ғой мен ол 10 биржаның бәрімен бірдей жұмыс істемеймін да әрқайсысына $200 бөліп қойғанмын сол сияқты ғой түсіндім бірақ ол тоже красавчик иә конечно ол результат ғой істей алмайды ғой оның результатын тема енді осы арбитраж без карттың давайте қазір әділетті түсіндік что ол 20 жалпы бір аптада там қанша $9 тапқан ол мықты результат екен жақсы и осы қазір итог жасаған кезде сен общий пайда короче $1400 ма қанша дедің мен алған айда бір айда $1400 бастап $450 аяқтадым 100%-ның үстінде осы 25 мамырға дейін 25-тен мен жұмыс істеген жоқпын мен мысалға бұл салаға $10 сен бір айда $10 жасай аласың ба жоқ неге жасауға болады но қазір емес типа егер 2-3 аккаунт болса можно по идее негізі мысалға қанша капиталмен қалай жасай аласың допустим қанша жасай аласың негізі арбитраж без карт саласында андай ғой мысалы бір апта рынок тоқтамай қайнайды да мықты болады да сол кезде бас боласың да 2-3 күн тып-тыныш болып қалуы мүмкін бір жақсы субботаға сен демалыс сосын орыстар демалады америка демалады содан кейін тема мысалға сіздерге бүгінгі видео сіздерге вот барлығын ашық түрде айтып жатырмыз көрсетіп жатырмыз бұл салада шынында келген кезде өте жақсы ақша табуға болады мысалға мен өзім білемін который адамдар $100,000 жасап жатқан бірақ айына $30,000-40,000 табады да $100,000 не 30-40% жасайды оның өзі тема нәтиже бірақ енді ол орыстар и олардың опыттары там нормальный короче олардың опыттары ше и мысалға мен өзім допустим $15,000 аса допустим салмаған бұл салаға ше и $15,000 бір айда мысалы спокойно $10,000-11,000 жасаса болады бұл салада просто ең бастысы бұл жақта қалай айтсам психология біріншісі екіншісі там дұрыстап кіріп дұрыстап шығуын осы ғой екі нәрсе осы екі ақ нәрсе и үшіншісі практика то есть күнделікті уақыт бөлу керек просто кейбір кісілер болады как тема ретінде қарайды бұл слушай бұл никак тема емес бұл кәдімгідей айналысатын бір сала болды который жұмысқа барасың зарплата аласың ше тура сондай сала деп айта аламын мен бір нәрсе айтып кетейінші мен мысалы арбитраж без картты осы сізден оқитын кезде мен сатып жатыр екен ғой болды аламын деген жоқпын мен бірінші ютубтан қарадым бұл не қандай нәрсе содан кейін жай түсінгеннен кейін сізге келдім ғой бірақ мен сізге келгеннен кейін сізден тек үйренгенім емес практика жүзінде келді да көп нәрсе ютубтан көрдім орыстардың несін қарадым сол сияқты ғой жан жақты ізденісте болу керек қой фандингті жалпы осылай биржалар өзінің қалтасынан емес адамнан жалпы адамға былайша айтқан кезде береді енді курсовой спред айтсақ допустим
$100 лонгқа аштық, $120 астыға сделка аштық, и бағасы екі жерге теңескен кезде, бір бағаға теңескен кезде бізге жалпы таза пайда 20% болады деген сияқты. Яғни, еще бұл жақта мынандай нәрсе бар, плечо деген нәрсе болады. Яғни, мысалға сіздер 20% саттыңыздар ғой, плечо қолданбай. Ал егер екінші плечо болса, мысалы 40% табасыздар. Үшінші плечо мысалға 60% табасыздар деген сияқты. То есть өсе береді, төртінші плечо 80, бесінші плечо 100% деген сияқты. Яғни бұл жақта плечоны таңдаған сайын, то есть пайда көп болады, бірақ бұның мынандай нәрсесі бар, что плечоны мысалға қатты көп біз 5-тен асырмаймыз никак. Мен 3-тен асырмаймын. 3-тен асырмайды болды ма? 5-тен мен мысалы өзім 5-тен никак асырмаймын. Енді кейбір кісілер болады, орыстар, которые реально опытный, олар там енді 7-8 қолданады. Бірақ енді біз өзіміз, мысалға мен өзім 5-тен асырмаймын да. И неге? Өйткені мысалға монета там, допустим, бір күнде 120%-ға өскен, немесе 200%-ға өскен деген сияқты, немесе асыға құлаған деген сияқты. И ол монета жалпы, мысалы 5-ші плечомен кірдік, 5-ші плечомен кіргеннен кейін ол жарты сағатта мысалға сделканы жауып жіберуі мүмкін. Өйткені там монета резко қозғалыс береді деген сияқты бар. Так что осы нәрсені жалпы жақсы біліп алыңыздар. Енді арбитраж без карттың біз қолданатын боттар бар. Құдай қаласа осы Қазақстанда өзіміз ботымыз шығарайын деп жатыр аналогын. Енді сіздерге қазір бір пример көрсетіп жіберсек, Так, давайте мен аяқта запись экраны өзімде қостым. Запись экраны қосқан кезде қараңыздар. Аяқта бізде жалпы монетаны атып тұр, RBM. И бізде фандинг беріп жатыр, 1% береді. Каждый там 4 сағат сайын, 8 сағат сайын әртүрлі уақыт. Енді біз аяқта не көріп тұрмыз? Мысалға, аяқтан жақындатсақ, мына линияны көріп тұрсыздар ғой. Ол курсовой спред деп аталады. Яғни спреді көкпен сызып қойғанмен почти 5-тен асып өскен, почти 6-ға дейін өскен. И 5,5 деп ала берейік. И мысалға ол құлады данный момент 2-де 23-ке дейін құлады. Допустим, таза пайда бізде 3% қалады екен ол жақта. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, мысалға 3% бен бірінші плечомен қолдансақ, допустим, 3% таптық, екінші плечо болсақ, там 6% таптық, и солай өсе береді, білесіздер бағана айтып кеткендей. Мысалға нольға теңескенде вообще көбірек пайда табамыз. Дұрыс қой. Яғни курсовой спредтің жалпы былайша айтқан кезде табыс табамыз біз 30% ғана фандингтен, қалған 70% біз таза курсовоймен табамыз ғой. Дұрыс айттым ба? Дәл солай. Енді мына мысалға биржаларын атап отыр, MEX, KuCoin деген биржалар тұр. Одан бөлек бізде фандинг күнде қандай биржада қанша беретінін жазып тұр, уақыты жазып тұр. Одан бөлек объемдар жазып тұр. Мысалға мынада монетада мысалға 73 миллион доллар болған бір күнде ше, мынада вообще там 6 миллион доллар болған деген сияқты. Яғни осы жақтан біз полный графиктің астында комиссиялар жазып тұр деген сияқты. Енді боттар болмағанда негізінен істей алмаушы едік, арбитраж без карт. Арбитраж без карт саласы ойлайды көбісі. И ойлау керексіз, өйткені арбитраж без карт ол байшқан кезде жаңа бір нефть сияқты деп айта аламын, өйткені бір 2026-ға таман жестко хит болады. Бізде білесіз ғой Қазақстанда қалай Россияға алдыңғы жылы келген, бізге келесі жылы келеді деген сияқты. Так что бұл салаға ерте кіріп үйреніп алған дұрыс деп ойлаймын, бірақ ең бастысы біз айтқан нәрселердің барлығын білу керек. Енді жалпы бізде қолданатын боттар жайлы не айтасың? Мына жерде қосатын болсақ, мысалы MEX сағат сайында бұдан алдын мынау Россияның Москваның уақыты, бізде Қазақстан уақыты 2 сағаттан кейін, яғни бағана 21:00-де бізде спред көтерілді. MEX-тан минус фандинг бересің, KuCoin постоянно 8 сағаттан береді. MEX-тан фандинг минус беріп, спредтен пайда көруге болады, яғни. То есть біз қазір енді практика жасайық десек, подходящий монета болмай тұр сделкаға кіретінге. Бірақ құдай қаласа алдағы уақытта өзім бір практика көрсетіп жүрмін. Мен алдында Вьетнамда жатқан кезде Вьетнамға барып түсіремін дедім, бірақ шыны керек сделкаға кіріп жатқаннан кейін бір сделкаға кіріп кетесің ба беруші. Телефонда шыға алмай қаласың. Уақытым бар ғой, бір андай уже ойламайсың, видео түсіру керек деп ше, мен қазір мына жақсы пайда тауып кетуді ойлайсың да, и видеоны ұмытып кете бересің ше. Так что поддержка берсеңіздер, бұл саланы ашып полный сала беретін боламыз, құдай қаласа, И ең бастысы бұл салада бағана айтып кеткендей, психология барлығы жатады. Енді бұл саланы мысалға көбісі жақсы үйреніп алу үшін тек қана практика керек болды. И андай байқаған негативтегі адамдар болады ғой, мысалға, ой, пайда таба алмаймын, бүйте алмаймын, сөйте алмаймын дейтіндер вообще ешқандай нәтиже жетпейді. Мен де басында сол ойлағам. Мен де P2P-ға келмей тұрып ойлағам, ой, болмайтын нәрсе ары берді. Бір ізденіс, практика, риск любой жерде бар ғой. Басында рисковать етесің, кейін уже рисковать еткен өзіңе білінбей қалады да, нәтижеге жетіп жатқан кезде. Басында сен бастайтын кезде адамдар айтуы мүмкін айналамда, ой, мысалы криптовалютаны болмайтын нәрсе деді. Мен осы Алматыдан қайтқан кезде үйдегілерге айтқанмын, 2-3 жыл ішінде
алдағы 10 жыл демеймін, 2-3 жыл ішінде бізде болмаса да басқа елдерде де оплатаны криптовалютамен қабылдайды деп ше. Сөйтсем Дубайда действительно сондай екен. Кейбір жерлерде бар екен ондай. Бізде де кеше Тоқаев криптосити деп айтты ғой, сол сияқты. Криптосити кәдімгідей уже қосайын деп жатыр, чтобы покупка ойлаш, продуктыға, недвижимостьқа, машинаға прям криптовалютаны төлейтін. Криптовалюта болашағы бар сала ғой, былай айтқанда. Корея, мысалы, Америкада 40-60% адамдар осымен айналысады. Америкада жастайынан трейдингке үйретеді, басқаға үйретеді, сол секілді ғой. Мысалға, бұрынғы заманда мұнай енді жатқан кезде ол мұнаймен көп адам айналыса неге? Өйткені ол салаға кіру үшін көп ақша керек, может таныстарды керек болады деген сияқты нәрселер, көп фактор әсер етеді. Ал қазіргі біздің заманда интернеттің арқасында шүкір любой адам жалпы айналысып кете алады қазір криптовалютамен деген сияқты. Енді бұл салада жалпы шектеу жоқ, бұл салада ақша өте көп. Енді бірақ кеше анау группада трейдингті жіберіп жатыр ғой, трейдингте пайда тауып жатыр, бір оқушы жіберіп жатыр, трейдингте пайда тауып жатыр, күшті болып жатыр, не болып жатыр деп ше. Мен шынымды айтайын, мен трейдингқа мен бір адамды көрмедім. Мен бір адамды көрмедім, который 1 жыл бойы, 2 жыл бойы, 3 жыл бойы, 4 жыл бойы прям стабильно тауып жатқан, стабильно істеп жатқан ше. Мен көрдім адамдар, который бір айда жақсы табады, бірақ екінші ай бітіш болады. То есть бір айда мысалы ол адам 30 мың, 40 мың доллар табуы мүмкін да, бірақ ол келесі айда уже 100 мың доллар отыруы мүмкін да. То есть мен ешқандай адам мысалы RMP-ні көрсетсем айтты, RMP PNL деген нәрсе болады, яғни бір айда тапқаны, 1 жылда тапқаны, жарты жылда тапқаны жоқ, короче, ол ше. Мысалы бізге айтса там сделкаларын көрсетші десе, біз мысалы биржадан ашып көрсете аламыз, міне мынау сделкалар жасап отырмын, бүйтіп отырмын, сөйтіп отырмын деген сияқты ше. И Google таблицаны ашып беріп мысалға ше айтады. Ал ол кісілерде типа ол нәрсе жоқ та. Өйткені енді трейдинг вообще семей деген нәрсе емес, просто мен ойлаймын трейдингта 1% адамдар ақша табады, и то олар долгосрокта ойлайтындар. Мысалға криптовалютаны биткоинға ақша салып қойдың, оған тиіспейсің ше, мысалға там 1 жыл жата ма, 2 жыл жата ма, 3 жыл жата ма, эмоция жоқ, психология жоқ, просто андай жоғалттың келген ақшаны салып қоясың, мысалға ше, не жалко ақшаны салып қоясың, и зато там 2-3 жылда жақсы пайда береді, содан кейін опа деп ақшаны шығарып аласың деген сияқты ғой. И бірақ долгосрок ойнау өте жақсы трейдингтің арасында, тең краткосрок деген сияқты. Анда 5 минутқа ашатын. 5 минутқа ашасың, мынанша пайда табасың. Мен өзім трейдингте осы жыл жестко шулап отыр ғой. Мен короче стратегия сатып алдым да трейдингтен. И мен 800 доллармен 9000 долларға апардым, короче. 2 аптада ойлашы. Мен ойладым, Телеграмда көрдім ғой. Иә, мен ойладым, короче, ақша табу фигня екен, мынау оңай екен деп ше, трейдинг оңай екен деп ше. И мен 3-ші аптада ол уже там стратегия жұмыс істемей алды деген сияқты нәрсе. Ол мен потом қарадым сделкалардың барлығы. И эмоцияны өшіп тастадым да, осознанно қарасам, чисто не ойнатты, везение ойнатты, короче, прикинь. Типа 10% везение болған, типа 30% стратегия. Маған айтады ғой, трейдингпен айналысып жүргенсің ғой. Енді біліп жатқан адамдар мен айтамын, менің трейдинг демеңдер. Трейдинг деген 100%-дің сіз өткенде айттыңыз ғой, 1% адам табады деп. Мен кейін 1-2 зерттедім, 1% адам таппайды. Ол жерде тапқан 1% адамның 0,7% менің ойымша везениеден болады ше. Қалғаны уже мен өз басым сенбеймін, не деген мен лонг пен шорт сен қалай ол білесің? Баймен қайқа кететінін қақтан білесің? Ол 100 жерден стратегиясыз туда-сюда. Біз мысалы арбитраж без карта адамдарды қалай ұстауымыз ше, мысалға трейдерлер қалай ұстауды, иә, зерттеп көрейікші. Мысалға сіз 100 доллар тапсаңыз трейдингтен, екінші адам 100 доллар жоғалтады. Мысалға мен трейдингтен 100 доллар тапсам, екінші адам 100 доллар жоғалтады. Яғни солай. И енді ол өмір сондай ғой, бірақ бізде арбитраж без карта, мысалға анақта трейдерлер бар ғой, білесің ба, жестко монетаға сделка ашып жатқанша, и олар бір-бірімен соғысып жатады да, ал біз олар соғысып жатса, біз кіреміз да, короче, өзіміздің пайдамызды алып кетеміз деген сияқты ғой. Былайша айтқан кезде комиссияны алып кетеміз де. Былай айтайыншы, мысалы трейдингта бүкіл адамдар күніне 1000 доллардан табатын болса, алтынға не пайда? Мысалы алтынның саудагеріне ол жерде шығарып жатқан дұрыс па? Ал біздегілерде пайда қақтан дейтін болсаңыздар, біз лонг пен шорт ашамыз, бір жері минус берсе, бір жері одан больше плюс береді. Сол сияқты разницасынан пайда табамыз да, былай айтқанда біз. Анау ChatGPT-ден сұрадым да, стратегияны зерттедім ғой мен, стратегиялар, трейдингте, короче, мықты стратегия тауып алсаң, болды сен типа кайф кетеді деген сияқты, спокойно ақша тауып аласың деген. Стратегияның арқасынан артынан жүгіреді ғой көп трейдерлер. И мен ChatGPT-ден сұрадым да, айтады да, трейдингтен база жоқ, мықты стратегия табасың, бірақ оны көп адам біліп қойса, ол стратегия жұмыс істемей қалады дейді. Яғни ол стратегияны там, мысалы 10 адам айналысады трейдингпен, бір адам ғана білу керек та стратегияны. Типа 2 адам айналысып жатса, уже ары қарай ол стратегия жұмыс істемей бастайды. Бір стратегия постоянно жұмыс істемейді. Ол кез келген жерде осындай. Ал бұл арбитраж без картта бір стратегия ғой. Бізде мысалы KuCoin дейтін биржа бар ғой, прогнез фандингпен жұмыс істеуге болады. Кейде мен мысалы өзім
кеше түнде -2 спредке кірдім, -5-те шықтым. Мен группаға жібергенмін ғой, ұқса қуасың ба, не кейбіреулер енді новичоктар білмейді ғой. -2-ке не үшін кірдің, анау мынау деді. Мен -5-те шыққан кезде вау дегенде қылды да. Кукойның прогнозы ол постоянно сондай. Сіз үйреттіңіз ғой, менде голосовойыңыз әлі бар. Мен кіретін кезде бір естіп тыңдап алғанда осыны салсын кіремін ғой. Қалай еді дегендер. Все, Адик, жалпы күшті болды бүгін әңгімелескенімізше, яғни адамдарға мақсаттар, ниетіміз пайдалы болуға, былайша айтқан кезде. Ниет пайдалы болу. Қаншама адам көреді, арбитраж без карты зерттей бастайды ше. Иә. Бұл саламен айналысқаннан кейін Құдай қаласа табыс тапса, ол уже біздің бір бөлшегі тоже бірінші алла, екіншісі біздің де бір бөлшегі пайдамыз тиіп қалады да. Құдай қаласа құтты болсын. Рахмет. Саған, короче, енді Дубайға путевканы өзің аласың ғой, мен саған ақшалай жібере саламын. Құдай қаласа, хорошо. Америка мен Россияның эксперттері бар ғой. Құдай қаласа біз Қазақстанның эксперті болайық. Құдай қаласа. Рейндті жаулайық. Арбитраж без карт. Иә, Құдай қаласа. Все, жалпы осылай, Құдай қаласа, Адикпен ойлап отырмыз, бірге команда ашамыз, бірге осы арбитраж без карт дамытамыз деп ше. Жақсы, әдемі. Жақсы, барлықтарыңызға кіргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.